Негізі мына жерлерде, ана жерде Сити дейтін район көрініп тұр. Ол жерде клейн этаж үйлер. А мына жерлерде клейн жер үйлер кетеді. Судың қасы кәдімгідей сап-салқын бір өзеннің, речкінің қасында жүрген сияқты. Бетіне кейбір жерлерде баклажкалар, лақтырылған мусорлардың барлығы шашылып жатыр. Жақын жерде жаяу бару алыстау болады. Нефтяник тау деген демалатын жер бар. Ол жерлерде жылда адамдар демалуға келеді. Жаздың кезінде сосын шашып кетеді. Осылай баклажкалар толып жатады. Тамақ жейді, шашлык пісіреді, аттарын жинамай шашып кетеді. Сондықтан да Ақтөбенің адамдарына нефтяникке келіп жатқан демалуға үлкен өтініш, жазда демалуға келгенде аттарыңызды жинап кетсеңіздер. Мына жерде тағы міне мусор шашылған, судың бетіне шығып жатыр барлығы. Қай жақ суға кеткен? Сол істейді, төмен жаңа шамалы үйге су шайған дейді. Өткенде қатты келді ол іші. Мына жақтан суға кеткен да? Сол мына жақтан төменгі жағы бар ғой анасы. Решкеге жақын. Сол жерде бір-екі үйді шайған дейді, білмеймін өтірік расын, барғаным жоқ. Мына жерде сулар әлі жетпеген үйлерге, шамалы төмендеу жақта ғой. Өткенде шайды ғой бірінші ең ана қарын. Мынау кеше шлюзді ашқандағы су ғой. Бұның өзі кеше осы бір-екі күн болды шығып кетіп тұр ғой. Арнасында толып тұр ғой. Кеше мына жерде толып тұрады, кетіп тұр ғой кейін қарай. Су болған өткенде, қазір енді су кеткен, құрғап кеткен. Бірақ аяқ астының барлығы мусор болып жатыр.